Сәлем достар, сіздермен қайта қауышып тұрғаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге қазақтың ең көне тағамының бірі қарын бүрме тамақ жасап көрейік. Қарын бүрме өте дәмді, витаминдерге бай, бүткіл витаминдері судың құрамына еніп кетпей, өз құрамында қалдырып, дәмді былқылдатып, сочный қылып пісіру тәсілімен жасап көрейік. Ол үшін бізге тура видеодағыдай қылып барлық ингредиенттерді, қоспаларды дұрыс әзірлеу керек. Мінекей, видеода дайын түрін көріп тұрсыздар. Өте жұмсақ, былқылдап піскен. Бастысы барлығын өз межеріне жеткізіп жасау керек. Ол үшін бізге жай ғана үлкендеу, еркін қозғауға болатын ыдыстың ішіне барлық қоспаларымызды біртін-кетін бірін сала береміз. Маған бар жоғы 3 дана картоп қажет болды, себебі қарным өте үлкен емес және отбасы мүшелеріміз де өте үлкен көп емес. 3 картоп маған жеткілікті болады. Барлығын ірі-ірі етіп, езіліп кетпейтіндей етіп тураймыз. Және пиязды да сол қоспамызға сай етіп, мен картопыма жеткілікті етіп, 2 дана пияз турадым. Және чеснок міндетті түрде қосыңыздар, себебі қарынның өзінің иісі бар демекші, соның иісін алады, әрі тамағыңызға өте дәмді дәм береді. Приправаның ешқандай қажеті болмайды. Және кішігірім 2 дана сәбізді турадым. Өздеріңізге қалаған пішімде турауларыңызға болады, бірақ бастысы майда болып кетпеу керек. Соған мән беріңіздер. Үстінен ас көктерден жай ғана петрушка салдым. Және менің 2 артық қалған пиязым бар. Ол маған кейіннен қажет болады. Шетке алып қойдым да, етімізді ірі-ірі жаңғақтың көлемінде, яғни шашлыкке кескендей қылып, ірі-ірі төртбұрыштап кесіп шығасыздар. Барлығын осы видеода көріп тұрғандарыңыздай. Әркім өзінің қалауынша ромбиктеп кессеңіздер де болады, қиғаштап кессеңіздер де болады. Бастысы етіңіз өте майда болып қалмау керек. Өте ірі болып қалса да, арасы шамалы тұз, дәмдеуіштер бармай қалуы мүмкін. Және бұның бір айта кететін нәрсесі, 2-3 сағат алдын маринадтап қойсаңыздар да еттеріңізді болады. Ол тіптен дәмі керемет болады. Мен алдын ала маринадтаған жоқпын. Жай ғана демде жасап, қарынның ішіне сала қойдым. Бұл тамақта әсіресе мал сойылған кезінде жылқының балғын қарнынан жасалады. Егер алдын ала сойылып қойған жылқының қарнын алып келетін болсаңыздар, алдын ала жуып, тазалап, тоңазытқышқа, яғни морозильникке тастап, өздеріңіз пісірем деген уақытта 2-3 сағат алдын алып, жылы суға салып қойсаңыздар болады. Бастысы біраз алдын парттанбау керек. Алдын ала қайнатып алмауымыз қажетті. Пісіп қалған қарын жақсы икемге келмейді. Міне барлығын турап болдық. Үстіне мен алдын ала мұздатқышқа салып, тоңазытқышта мұздап қатырып қойған ас көктерімді қолдандым. Оның ішінде болгар бұрышы және жанду. Азғана қоспаларыма сай қылып қостым. Барлығы менде табиғи, ешқандай да пакеттегі қоспалардан құралған приправаларды қолданған жоқпын. Жай ғана барлығын табиғи ас көктерден қолдандым. Мінекей, менің қарным өте үлкен емес, өте кішкентай да емес. Мінекей, жақсылап алдын ала тұзбен езіп тұрып, жарты сағат, жоқ дегенде 20 минут ысқылаңыздар, 2-3 қайтара, сонда қарындарыңыз аппақ әдемі болып шығады. Және қарынның бір басын ине жіппен тігіп шығамыз. Тіккен кезінде міндетті түрде осылай ақ жіппен тігуге тырысыңыздар, немесе бежевый цвет болу керек. Себебі басқа түстермен тігетін болсаңыздар, жіптің түрлі түстісі, ол қанша дегенмен бояу, қанша уақыт
әжептәуір уақыт қайнаған кезінде бояуы қарынға жұғып, сіз біліп тұрғаныңызбен үйіңіздегі отбасы мүшелеріңіз білмей қалса, оның реңінен шошып қалуы мүмкін. Мінекей, қарынның бір басын тігіп алдық, бекітіп, енді ішіне қазыны тыққып айналдырғандай етіп, жақсылап қоспаларымызды ішіне салып орналастырамыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап барлығын біркелкі етіп жайғастырыңыздар. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер, лайк басып, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Сіздердің кішкентай ғана іс-әрекеттеріңіз маған үлкен шабыт сыйлайды. Өздеріңізге жақын адамдармен бөлісіп, рецепті дамуына, видеоның дамуына, соның ішінде қазақша рецептің жоғары контент, жоғары пайызға қарай шығуына үлес қосыңыздар. Сіздердің кішкентай ғана әрекеттеріңіз маған үлкен шабыт сыйлайды. Және менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен аптасына 2 рет рецепт түрлі қайталанбас, қол жетімді және бастысы бір жасағаннан оң болып шығатын рецепттермен бөлісуге әркез асығамын. Менің каналым жалпы қыз балаларға, әсіресе соның ішінде жас келіншектерге күшті қолғанат болатын канал. Жалпы өзімде жас келін болған шағымда көп нәрсені білмей, біртін келе, жүре келе, өзіңнің анаңнан үйренгенің бар, енеңнен үйренгенім бар. Жалпы өзіме жақын адамдардан, соның ішінде өзімде де ізденіс болып, интернеттерден ақтарып үйренгенім бар. Қазіргі заман дамыған, соның ішінде жас келіндерге күшті тамақты әдемілеп, дұрыс жасап, дәмді жасауға көмек ретінде ашылған болатын жалпы каналым. Мінекей, барлығын орналастырып алдық қарынның ішіне, және қарынның екінші бетінің аузы кеңірек болғандықтан салған салмаларымыз түсіп кете бергендіктен жартылай тігіп алдық та, қалған салманың барлығын ішіне орналастырып болып, қалған жартысында тігіп шығамыз. Жоғарыда айтқанымдай, міндетті түрде ақ жіпті қолданыңыздар, себебі бояуы бар жіп қанша дегенмен суда 4 сағат қайнаса, жалпы бояуын өзіне жұқтырып алуы мүмкін. Сол себепті барынша ақ түсті қолданыңыздар. Мінекей, менің қарным дайын. Енді әр жерінен осылай иненің көмегімен шұқып тесіп шығыңыздар. Молынан болу керек тесігі. Жалпы жуалдызбен тессеңіздер тіпті жақсы болады. Жоғарыда алып қойған 2 дана пиязымызды қазір қолданатын боламыз. Үлкендеу ыдысқа батып тұратын, яғни еркін батып тұратын ыдысқа толтырып су құямыз. Қарнымыз бататындай болу керек. Қарыннан 3 елі жоғары болу керек судың құрамы. Алғашында су қойған кезінде қарын жоғарыға қалқып шығады. Кейіннен қайнай-қайнай, оның тесіктер арқылы сорпасы ішіне кіріп, қарныңыз төменге түсетін болады. Еш уайымдамаңыздар. Мінекей, менің қарным дайын. Алаудың астын қосып, ұзаққа кетіп қалмаңыздар. Бірден қайнаған кезде көбігін алып, және өте қатты қайнап кетпеу керек. Қатты қайнап кетсе қарындарыңыз жарылып, қатты болып қалуы мүмкін, жиырылып. Сол себепті алғашқы қайнауы өте маңызды, мән беріңіздер. Мінекей, қарнымыз ісіп тұр. Ендігі кезек біздер көбігін жақсылап алып болғаннан соң, қайтадан сол ине немесе жуалдыздың көмегімен барлық жерінен мол-мол қылып тесіп алып шығамыз. Және барлығын көбігін алып, тесіп болғаннан соң, дәміне қарай тұз салып, қайнатамыз. Тұзбен, әдемі тұзы бабында болып қайнаған қарынның өзіне де тұзды сіңіріп, дәмді болып пісетін болады. Және жоғарыда алып қалған 2 дана пиязымызды қосамыз.
пияз міндетті түрде қосыңыздар. Ол қарынның біріншіден иісін алады, екіншіден жұмсақ болып пісуіне үлес қосады. 4 сағат, 3,5-4 сағат қайнауы керек, міндетті түрде асты баяу алауда. Мінекей 4 сағаттан соң осылай қарынды сүзіп алсаңыздар, осылай жұмсақ, дәмді болып піседі. Дәмін тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Менің отбасыма өте қатты ұнайды осы тамақ, әсіресе қарында витамин көп. Тіпті жас балаларға да берсеңіздер сүйсініп жейді. Өте дәмді болады, сөзіме сеніңіздер, 100% гарантия берем. Ас болсын.